Қайырлы күн, қадірлі де құрметті ұстаздар және ата-аналар. Бүгінгі біздің салтанатты мерекемізге қош келдіңіздер. Кәусар, армандасақ та, қиялдасақ та, балалық шағымыз көз алдымызға келеді. Өйткені биік асуға беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау бал күлкілі балалық шақтан басталады емес пе? Иә, дұрыс айтасың Ерасыл. Міне, бүгін біздің бүлдіршіндер өміріне өшпес із қалдырған бастауыш сыныбымен қоштасып, бір жылға тағы да есегелі отырмыз. Ендеше қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған, білім нәрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол іздеген ұстаздарымызға, ата-аналарымызға да өз өнерлерімізді көрсетуге дайынбыз. Спортты жаны сүйетін, тәртіпті болып жүретін, байсалды әрі ақылды, қылығы оның тартымды деп 4-ші А сынып ұстазы Досмайылова Жанар апайды шәкірттерімен бірге қарсы алыңыздар. Айтқан тілді алатын, әдепті әрі білімді, алып жүретін тіліңді деп 4-ші В сынып ұстазы Муслим Айгүл апайды шәкірттермен бірге қарсы алыңыздар. Әдемі жымиып күледі, бәрімен дос болып жүреді. Үздік әрі салмақты, білімді әрі жан-жақты деп 4-ші Г сынып ұстазы Төлебаева Таугүл апайды шәкірттерімен бірге қарсы алыңыздар. Білім бізді қызғалдақтай гүлдетті, бастауышты тәмамдайтын күн жетті. Қошеметпен шақырамыз ортаға, қадам басқан шәкірттерді құрметтеп, сабақты үздік оқитын, алғанын бойға тоқитын, білім мен өнерді сүйетін, білгенін ойға түйетін деп 4-ші А сынып ұстазы Орманқұлова Жанар апайды шәкірттермен бірге қарсы алыңыздар. Үйретуден балаға деп келесі шырқайтын әніміз хор ұстазға құрмет. Сенің көзі ашылмай
келесі кезекте оқушыларымыздың ұстаздарға арнауына берсе дейміз. Түкпірінде қимастық бар жүректің, оқушы қыз Ернар қызы Мадина, бастауыштан қанат қағып түреттің, қалам ұстап әліппені үйреттің, құпиясын білдім салған суреттің, үздіктердің қатарынан табылып, ақыл-есте сақтап қала жүрмекпін. Жетекшіміз бізді ойлап жүреді, шәкіртіне ұрыспайтын себепсіз. Ұстазым менің, тәрбие мен білім бойға жетерсіз. Ұстазым менің басқалардан бөлексіз, түбі қатты тамыр жайған терексіз. Аман сау боп жүріңізші әрқашан, өйткені сіз бар шәкіртке керексіз. Ұстазым шамшырағым, нұрлы жолым, білімнің аштың маған кең құшағын. Мектебім алтын ұям, асыл ордам, тәрбие бастау алған сенің қойның. Ата-анам, тірегімсің асқар тауым, махаббатпен жүрегімді мәңгі лаулап, ақ сүтін ақтаушым бар күшімді, арнаймын сіздер үшін адал жаным. Отаным кең даламдай дархан елім, тарихи терең жатқан асыл жерім, барлығын біріктірген қасиетім, сүйіспен құрмет білім нұрлы сенім. Мейлі біреу сені дұшпан санасын, мейлі біреу жаман көзбен қарасын, сен оларға жақсы көзбен қарай сал, сондалардан жоғарылау боласың. Бұл өмірде неше түрлі адам бар, сен туралы білмей жатып жамандар. Мына сені жек көреді біліп қой, өзін жақсы көре алмайтын адамдар. Сол үшінде өз-өзіңді жақсы көр, алдарыңнан шықсын десең жақсы жол, жақсы жанды жолықтырғың келсе егер. Ең бірінші өзің сондай жақсы бол, мейірімменен шуақ шашып маңайға, көмегіңді көрсете біл талайға. Мың арманнан аттай өту керексің, бір арманға жету үшін қалайда. Тірлігіңе қарап тұрып таңдана, тіліндегі уын шашар сонда да. Мына сені өсектейді отырып, қолдарынан түк келмейтін жан ғана. Елің үшін төгілсегер ащы тер, жақсы адамдар еңбегіңді жақсы дер. Сені жақсы көрсін десең барлығы, ең бірінші өз-өзіңді жақсы көр. Алғаш рет оятқансың санамды, алғаш рет ұстатқансың қаламды. Сол үшін де мәңгі сыйлап өтермін, түсіндірген жақсы менен жаманды. Ұстаз бізді білім беріп өсірген, қатемізді әрқашанда кешірген. Өмір жолы қиын жол деп әрдайым тәрбиелеп ақылды қылып өсірген. Анамдайсыз менің асыл ұстазым, өтті бізбен көктем күз қыс жазын. Жылдар бойы тәрбиелеп аялап, болашаққа байтақ бір жол нұсқадың. Рахмет достар, ажырамай мектеппен бір елсіз, жақсылыққа жаралған жүрегіңіз сөз берерлік құрметпен өзіңізге, түлектерге арналсын тілегіңіз дей отырып, мектебіміздің директоры Қойшманова Нұрила Сейсенбайқызына сөз кезегін береміз. Құрметті біздің ата-аналарымыз, кішкентай ғана біздің бүгін бастауыш сыныпта аяқтап отқан түлектер деген сөзді айтып жатыр жүргізушіміз. Расында да осы бастауыш сыныптың қанаты қатайып, негізгі буынға көшіп отқан кішкентай ғана бүлдіршіндеріміз біз үшін әлі. Мерекелеріңіз құтты болсын. Расында да бүгін бастауышпен қоштасу деген ол бүгін құрылған мереке емес. Бұл осы жалпы мектеп бар болған уақыттан бері осы бастауышпен қоштасу өзі бір дәстүрге айналған мереке бар. Ал енді сол мерекені расында беделді, білімді ұстаздар, еңбекқор ұстаздардың бірі. Бұндай ұстаздардан жаман шәкірт шықпайды деп мен ойлаймын. Тек қана жалқаулықты қойып, ары қарай да 5-ші сыныпта сіздерде шықсын.
басайық, өнерімізді көрсетіп, құрметіне бұл тойдың әнмен шашу шашайық деп 4-ші А сынып ата-аналар мен оқушылардың өнерін қабыл алыңыздар. Жыр алғысым көп менің, жүректерге жаққан білім шырағын мектебіме арналады ән-мен би деп 4-ші Г сынып оқушыларын қарсы алыңыздар.
шәкірттерге ой түзеткен сымбатты күн нұрындай сәуле құйған көңілге армысыздар, ұстаздарым қымбатты деп көрініш жаңа әлемге қадам. Достар, білесіңдер ме? 4 жыл бірге оқыдық, білімді ойға тоқыдық. Енді бізді сан арман күтіп алады алдыдан. Достар, 5-ші сыныпқа енді біздер ауысамыз. Қиындықтан қорықпай, жанастармен қауышамыз. Тәлізде келіп шабатынбыз, әзілдесіп аяқтан шалатынбыз, жүректе бір нәзік сезім билеп, қолтасып мектепке баратынбыз. Тәрбиеле бұл қызды жастайынан, сағынамын ендігі айқайында, болашаққа бізге жол көрсеткен ризамын Айгүл апайыма. Я, достар, бастауышты да бітірдік, орта буынға қадам басқалы жатырмыз. Ол жақта өмір қалай болар екен? Менің естуімше, енді алфавиті 5-ші сыныпта бәрі қиын болады. Бір мұғалім емес, түрлі мұғалімдер береді. Олар бізді еркелетпейді, көп ұрсады. Жоғары сыныптың апайлары өте қатал. Білесіңдер ме, алгебра, геометрия деген сияқты сол пәннің мұғалімнен басқа түсінбейтін пәндер оқытады. Оны үйренем дегенше миымыз ағып кететін шығар. Енді бізге асханадан тегін тамақ та бермейтін болды. Күніне 6-7 сабақ болады. Ал таңнан кешке дейін сабақ оқимыз деп бұратылып аштан өлетін шығармыз. Енді қоңырау кезінде дәлізде жүгіре алмайтын болдық. Алда-жалда жүгіре қалсақ, енді сендер бастауыш сынып оқушысы емессіңдер деп ұрсатын шығар. Балаларым, қорықпаңыздар. Мен сіздерді ұмытпаймын, әлі де көмектесетін боламын. Жоғарғы сыныптың ұстаздары сондай қатал адамдар емес, бәрі жақсы болады. Бәрі жақсы болады, арқағы тары жүресен деп салады. Мектебім білім берер алтын ұям, ер жетіп сенде сөзім артты санам. Баулыған 4 жыл бойы атанамдай, әр қашан қасиетті атың маған деп 4-ші Ә сынып оқушылардың әнін жолдаймыз.
Бүгін менің көңілім күнде жарқын, шаттық әні тербей, самал желде сыбырлап, әнге қосылды, көк аспаным нұрланып, сәнге бөлінді. Достарыммен шат күлкі бөліскенде, бақыт деген дәл бүгін бірге сезілді деп, мектебіміздің 4-ші сынып оқушыларын араға жүкейін қабыл алыңыздар. Төртінші В сыныбын қара жорға биімен қарсы алыңыздар.
en şarıqtaydı. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Арманмен қиялға еріміз, өмірдің саны күшті. Сөнгемес мектепке келеміз, арқалап сағынышты. Сағындым мектепті, сағындым, ақ бәтер таққан қыздар. Сол күндер, ол күндердің сезімімді ізгер. Төгіліп, 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 шалқиды ән шарықтайды. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Төгіліп, 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 шалқиды ән шарықтайды. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Әуелі таңыз, әдемі вальс, құстай қалықтайды. Қош болдықты бастауыш, алғыстарым көп менің, ақыл, білім, тәрбие, ой санама екенің деп 4-ші Ә сыныбын қимай тұрмын әнін ұстаздарға тарту етеміз.
қылатын бейне берейік. Абай, даналықтың шамын жаққан арай, дана болып ұрпаққа жол көрсетіп, жүректерге нұр құйған даралай. Ғылым, иман, өнерді ту еткендер, санамызға сәуле болып жеткендер, ұлы тұлға, мәңгілік ұстаздарым, ізің менен біз де бір өрге өлер деп сіздерге аталарымыздың өсиетін назарларыңызға тарту етеміз. Қайсысы болмасын өмірде шарт бар. Ең ауалы ниет керек, одан соң күш керек, одан соң тәртіп керек. Білім іздеңдер, үйренуден жалықпаңдар. Білім сендердің үлкен қаруларың, адамды болашаққа жетелейтін білім. Жастар, адам болыңдар, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым, ойлап қой. Осы бес асыл істі тәртіпті ұрпақ боламыз ба? Білімге оқимыз ба? Төртігіміз ба?
керемет ұлағатты, мағыналы, тәрбиелі, еңбекке баулитын қанатты сөздерін бізге қалдырып отыр. Сол жолмен біз жүріп өтуге тиіспіз. Дұрыс айтасың, Ерасыл. Олай болса, өзіміздің де ұстаздарымыз бізге деген жылы тілектері мен әндерін шашу еткелі тұр. Орындалсын арман тілек талаптарың. Ақ парақтай келдіңдер сәби болып, ұғындым әрбіріңді парақтарың. Өткіздік талай күнді, талай уақытты, уақыт зымырап өтеді. 4 жыл бойы сендермен бірге болдық. Талай қызық күндерді, талай қызық нәрселерді бірге өткіздік. Ірге тасын қаладым, білім бердім, саналы ұрпақ ұл қыздарың. еліміздің мықты азаматы болып, Қазақстанымызды көркейтетін сендерсіңдер, қымбатты ата-аналар. Осы балаларды тәрбиелеуге ұстаздармен бірге болыңыздар, 11 жыл бірге. Қалғандарымыз қосылайын, енді сіздерге жиналыс жасап кетпейік. 4-ші сынып түлектеріне сәттілік тілейміз, білімдеріңіз шыңдала